Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Қайырлы күн. Сіздермен бірге аңсаған сәби бағдарламасы және мен Аяулым Берікболқызы. Бүгінгі бағдарламамызда орта жастан асқан әйелдердің жасанды ұрықтандыру әдісі арқылы жүктілікке қол жеткізуі туралы сөз етеміз. Ең әуелі қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Білікті маманымыз, репродуктолог Әйгерім Бақытқызы және жүктілікті көздеп жүрген Сәуле ханым. Қош келдіңіздер. Жасыма байланысты көтеру қабілеті мысалға денсаулығына әсер бола ма, болмай ма, қалай болар екен? Негізі 43-тен асқан әйелдің жасушаларының саны де, сапасы де төмендейді. Қазақстан Республикасының заңы бойынша жынысты анықтауға, оны талдауға рұқсат берілмейді. Бүгінгі тақырыбымыз орта жастан асқан қыз-келіншектеріміздің жүктілікке қол жеткізуі. Осы мәселесі жайында Әйгерім ханым, сіз айтып кетсеңіз. Негізі бізде бұндай пациенттер күннен күнге көбейіп бара жатыр. Мүмкін бұл кішкене өмір өзгергеннен шығар, Европаға жақындап бара жатырмыз. Қыз-келіншектер бірінші жұмыс істесек, карьерамыз алға басса, үй сатып алсақ, машина алсақ деп көз қарастайды. Одан кейінірек тұрмыс құрып, балаға жоспар құрады. Осыға орай енді бізде көп 35-тен асқан әйелдер бізге қаралуға келіп жатыр. Негізі біз айтамыз, 35-ке дейін әйелдің репродуктив функциясы өте жақсы, ең жоғары кезеңінде деп айтсақ болады. Фолликул саны да жақсы, денсаулығы да жақсы, жалпы денсаулық жақсы, аналық жасушаның жағдайы, авариалды қоры өте жақсы көрсеткіштерді көрсетеді. Сонда ол қыз-келіншектерге бізге көмектесу кішкене жеңіл келеді. 35-тен асқан әйелдерде кішкене жалпы денсаулық жағдайы да нашарлауы мүмкін. Аналық безінде фолликулдар саны, авариалды қоры, оны бізге көрсететін антимюллеров гормон деп атаймыз, АМГ күрт төмендейді. Сөзіңізді бөліп өтейін, Әйгерім ханым, қазіргі таңда эко бағдарламасын неше жасқа дейін жасауға болады? Енді біздің клиниканы алып өтсек, біздің клиникада 49 жасқа дейін өз жасушаларымен рұқсат етілген. Ал егер 49 жастан асса? Егер жасы 49-дан асып бара жатса, өз жатырына тасымалданбаймыз, құрсақ ананың көмегімен жүктілікке қол жеткізуге болады. Сәуле Сәрсенбайқызы. Орта жастан асқан сәбилі болуды армандап жүрген келіншек. Кәмелет жасынан асқан бір ұлы бар. Сәуленің алдағы уақытта жасанды ұрықтандыру әдісі арқылы сәби құшсам деген арманы бар. Сәуле ханым, сізге тоқталсақ, жасыңыз нешеде? Сәлематсыздар ма? Менің жасым 48-де, атым Сәуле, мамандығым мұғалім. Менің сұрайын деген себебім, сіз жаңа айтып жатсыз, 49 жас ең соңғы кезең деп. Мен байқап отырмын, бір жылым ғана қалған сияқты. Менің жалғыз ұлым бар, жасы 24-те. Ұлым семьялы болып, жаңа жанұялы болып, қазір Астанада тұрып жатыр. Біз жолдасымыз екеуміз ғана қалдық үйде. Әрине, мына уақыт келген сайын кішкентай балалы болғымыз келіп, сәби сүйгіміз келіп, ойланып едік, осындай бір жолдармен балалы болсақ па деп. Денсаулығым жақсы, себебі мен өзімді жақсы сезінемін. Бірақ балаға, мысалға, сәбиге көтеру қабілеті жасыма байланысты көтеру қабілеті, мысалға, денсаулығына әсер бола ма, болмай ма, қалай болар екен? Енді сіздің ойыңыз өте жақсы, бала сүю деген. Сіздің жасыңыз негізгі бізге ешқандай кедергі білдірмейді. Бізге сіздің аналық безіңіздің жасы өте маңызды деп айтсақ болады, Ал ол енді былай сіздің
түріңізге қарап айта алмаймыз. Біз міндетті түрде тексерулерден өту керексіздер. Қабылдауыңызға келу керек қой сонда. Міндетті түрде қабылдауыңызға барып, яғни қандай мамандық дейміз ғой, репродуктолог мамандарға жүгінуіңіз керек алдымен. Себебі жылдар бойы сәби сүйе алмай жүрсеңіз, бірде-бір, яғни табиғи жолмен жүктілікке қол жеткізбесеңіз, онда әрине сізге дер кезіңізде осы репродуктолог мамандар көмектеседі. Сізге біз гормон талдауын тағайындаймыз міндетті түрде. Оны жай тапсырмайды, белгіленген өзінің күндері бар, қай күндері тапсырылады, әйел адамға байланысты өзі. Екіншіден, сізді ультрадыбыстық зерттеуден өткіземіз. Бұл жерде айтып өткен авариалды қорыңызды қараймыз, бірге аналық жасушаларыңызды санаймыз, соның санына, сапасына байланысты болады. Бірақ енді көп зерттеулер өткізіліп жатыр, әлемде де, Қазақстанда да. Негізі 43-тен асқан әйелдің жасушаларының саны де, сапасы де төмендейді. Сондықтан сізге нақты өз жасушаңызбен балалы боласыз деген 100% гарантия біз бере алмаймыз. Әрине тырысуға болады, көруге болады, бірақ көбінде біз шындықты айтуға сізге дұрыс деп санаймыз. Оны енді талдаулардан кейін нақты сізге білдіреміз. Ханым, аңсаған сәби бағдарламасына үміткер бола ала ма Сәуле ханым? Жасы кедергі емес, бірақ АМГ-іңіз төмен болса, ультрадыбыстық зерттеуде фолликулдардың саны 6-дан төмен болса, ФСГ гормоны жоғары болса, өкінішке орай ілінбейді. Бұл жерде аңсаған сәби бағдарламасы не үшін берілген? Қазақстандықтың санын көбейтейік деп. Сондықтан анализдің нәтижесі жақсы болған жұптарға беріледі. Бірінші, екінші попыткадан көтеріп кетеді деп. Тексеруден алдымен өтсін, одан кейін ары қарай үміткер болса, ЭКО квотасына жолдама бере аласыздар. Болады, береді. Жасы кедергі емес, бірақ айтып өткендей. Сонда жасқа шектеу жоқ қой? Жасқа шектеу жоқ. Қазіргі жылы жасқа шектеу жоқ. В последние 2 года Министерство здравоохранения Казахстана значительно увеличило количество квот на экстракорпоральное оплодотворение. В 2021 году их стало больше в 5 раз, с 1,3 тысячи до 7 тысяч протоколов. В 2022 году процедуру экстракорпорального оплодотворения по квоте прошли 6,4 тысячи казахстанских семей. Сәуле ханым, сіздер неше жыл сәби аңсап жүрсіздер? Шындық керек, менің ұлым жасы қазір 24-те, бірақ сәби аңсағанымызда... 24 жыл бойы сәбиді жоспарладыңыздар ма? Жоқ, әлде бір жыл ғана ма? Соңғы бір 10 жылдықта ойландық, мүмкін табиғи жолмен болып қалады деген үмітіміз болды. Ойдан ары кетпеді деңіз, айтпаңыз, сол мүмкін табиғи жолмен жасауға болатын шығар деп үміттеніп едік, өкінішке орай болмады. Себебі жолдасым кішкене денсаулығына байланысты жұмыс бабымен бұл жерде енді сіздің жағыңызда өзіңіздің аналық безінен басқа сіздің жалпы денсаулық жағдайы да өте маңызды. Біздің ең соңғы мақсатымыз қандай? Осы дүниеге сіз дені сау бала әкелу тиістісіз. Ол үшін өзіңіздің денсаулығыңыз мықты болу керек. Ешқандай дәрімен жетіспеушілігі болмау керек, ешқандай қабыну, инфекция аурулары болмау керек. Барлығы жақсы болу керек. Сонда сіз 9 ай жақсы жүріп, жақсы босанып, осы өмірге жақсы бала әкеле аласыз. Оны да үлкен жұмыс деп тексеру қажет болады. Әйгерім ханым, осы 48-49 жастағы қыз-келіншектердің ЭКО арқылы сәби сүю эффективтілігі қанша пайыз? Негізі жас ұлғайған сайын ЭКО бағдарламасының эффективтілігі түседі. 40-тан асқан әйелдердің эффективтілігі 13%-дан аспайды. Ал егер 48-49 жаста? Бұл жерде одан да мүлдем төмен болады, 3-5%-дан аспайды бұл жерде. Ал осындай эффективтілікті көре отыра, сіз ЭКО бағдарламасына жүгінгіңіз келе ме? Дайынсыз ба? Жалпы мен де жолдасымда біз дайынбыз. Себебі шынды керек, мына кішкентай баланың иісін аңсаймыз деді ғой, сондай немереміз бар.
бірақ оны баламның жаңағы жұмыс бабымен байланысты көре алмаймыз. Сондықтан біз ойлағанбыз, өзіміз де болса кішкентай балақай өзіміз тәрбиелеп, өзіміз жаңағы өсіріп деген сияқты сондай үміт болған негізінде. Бірақ білмеймін, шыны керек, мен өзім әр нәрсеге де дайынмын. Қандай болса да нәтиже соған дайынмын. 10 жыл сонда сізде бедеулік диагнозы қойылды ма? 10 жылда қандай емдеу шараларын өткіздіңіз? Жоқ, қай жаққа бармадым, қандай тексерілістен өтпедім. Себебі мен білемін, денсаулығымның өзіңіз табиғи жолмен сәбилі болам деп жүре бердіңіз. Дәрігерге қаралмадыңыз. Репродуктолог маманға бармадыңыз. Соған сондықтан мен ешқандай мамандыққа жүгінбедім, ешқандай дәрігерге бармадым мен. Мүмкін балгерлерге барған шығарсыз? Жоқ, шыны керек. Ондай болған жоқ па? Жоқ, ондай балгерлер, бақсыларға деген сенбейтін адаммын. Жолдасым да сенбейді, ол тіптен қарсы ондайға. Сондықтан біз енді 10 жыл күттік, өкінішке орай ештеңке болмаған соң, амал жоқ, осындай бір жолмен көрсек па деп отырмыз. Енді сіздердің бағдарламада бір үлкен ерекшелік болады. 40-тан асқаннан кейін ағзада егер де жүктілік болып жатса, сіздерде мейлі эко жолымен, мейлі табиғи жолымен балада көп ақаулар болуы мүмкін. Бұл енді зерттеулермен дәлелденген зат, сондықтан сіздер эко жолымен көтеріп жатсаңыздар, міндетті түрде бізде генетикалық тестілеу тағайындалады. Бұл енді сіздің эко бағдарламасының бағасын кішкене қымбаттатады, бірақ міндетті түрде сіздерге керек нәрсе. Бұл не тексеру, не тестілеу. Ертең сіздердің балауыңызда ешқандай ақау болмасын деу мен ұсынатын тексеріліс. Негізінде біз оны бәріне ұсына бермейміз, бәріне тағайындай бермейміз. Бұл 40-тан асқан жұптарға, күйеуі немесе әйелі 40-тан асатын болса, жасы міндетті түрде тағайындалады. Немесе тұқымда тұқым қуалайтын аурулар болса, осы кісілерге тағайындалады. Жалпы осыған орай генетикалық тексеру дегеніміз не? Жалпы сол жөнінде түсіндіріп өтсеңіз, көбінесе біздің емдеушілеріміз енді түсінбейді ғой. Мысалы, қазірде сіз де отырсыз, кішкене түсінкіремей отырсыз, ол қандай талдау? Генетикалық тексеру дегеніміз не? Жалпы қысқаша осындай бір ақпарат берсеңіз. Генетикалық тексеру дегеніміз бұл сіздің болашақ балаңыз бізде эмбрион кезінде болады. Сол эмбрионнан бір жартысын емес, енді бір кішкентай бөліндісін алып зерттейді генетик мамандары. Бұл жерде нені қарайды? Синдром Дауна деген, синдром Эдвардса, Патау, Тернера-Шершевского деген хромосомның ішінде бұзылу бар ма, жоқ па анықтайды. Яғни хромосомдық ауытқуларды тексереді, дұрыс айтасыз. Ол эмбрион сіздің 50% клеткаңыздан, күйеуіңіздің клеткаңыздан құрылған нәрсе, жаңа ағза бөліне үлкейіп, өсіп адам болады. Осы үлкейіп, бөлінген, өсіп жатқан кезде негізі клеткалар бізде жасушалар бөлініп көбейеді. Қай жерде өседі осы эмбриондарымыз? Сол жөнінде, мысалы, жарайды, маман ретінде мен де сіз де білеміз. Ал жай қарапайым халыққа түсіндірсеңіз, эмбрион дегеніміз не? Олар қай жерде өседі? Нешінші тәулікте жатырға қондыру керек? Мысалы, сол жөнінде де бізде Сәуле ханым көп ақпарат білгісі келеді, Бұл жатырдың ішінде болатын нәрсе, табиғи жолмен көтерсек, эко жағдайында аналық жасуша алғаннан кейін әдейі бізде питательный среда деп айтылады. Сол жерде өсіріледі. Ұрықтанғаннан кейін арнайы бізде инкубатор бар. Енді заманауи айтсақ эмбриоскоп деп аталады. Сол жерде газ беріледі, түс беріледі, жылу беріледі, тамақтану беріледі деп айтсақ болады. Сондай жағдайдың ішінде бұл эмбрион 5 күннің ішінде жетіліп өсуі тиіс. 5 күндік эмбрионды жатыр ішіне тасымалдауға немесе қатырып қойға болады. Сонда қысқаша айтқанда, эмбриондарыңыз сіздер өздеріңіздің екі ерлі зайыптыдан пайда болады сонда. Екі аналық ұрық пен аталық ұрық қосылып, эмбрион, яғни болашақ баламыз пайда болады. Әрі қарай сізге тасымалдағаннан кейін неше аптадан кейін тест жасау керек?
Сіздің жаттық ішіне тасымалданған кейін 14 күннен, яғни 2 аптадан кейін тест жасаймыз. Бірақ кейде біздің тест теріс көрсетуі мүмкін, теріс нәтиже. Сол кезде біз негізі сенетіміз ол ХГЧ деген анализ, гормон талдауы, хронический гонадотропин деп айтылады. Жүкті әйелдердің қандарында дәретінде ол жоғарылайды. Негізі біз осы талдауға сенеміз. 2 аптадан кейін подсадка деп айтады, жаттық ішіне тасымалдау. Осы анализді тапсырғаннан кейін нақты жауап болады. Жүктісіз бе, жүкті емессіз бе? Сәуле ханым, 10 жылда күйзеліс болды ма сізде? Енді 10 жыл деген ұзақ уақыт қой. Сәби сүйу өзіңіздің арманыңызға, мақсатыңызға қол жеткізуге ұмтылдыңыз ба? Иә, әрине, бірақ бастапқы 1-2 жылда оны сезбейді екесің, түсінбейді. Неше жылдан кейін сезе бастадыңыз? Сол 2-3 жылдан кейін ғой. 5 жылдан кейін ба? Иә, 5 жылдан кейін. Оғанға дейін әйтеу болады деп жүрдіңіз ба? Болады деген үмітпенен жүре бердік, әрине. Уақыт тез өтеді, иә? Иә. Өкінішке орай 10 жылдың қалай өтіп кеткенін сезбей қалдыңыз. Иә, соны шынында керек сол. Қазір тез өтіп жатыр ма күндер, расында да соны сезбедік. Бірақ кейіннен байқап қарасақ, уақыт өтіп жатыр, біз әлі сәби сүйе алмадық. Сонымен ойлана бастадық, жолдасым да, мен де ойлана бастадық. Енді экоға жүгінсек екен деп шештіңіздер ғой? Ең болмаса экоға жүгініп, бір сәби сүйсек, жаңа кейін армандарыңыз болмайды. Бір су алып кеп беретін, жаңа көмектесетін, бізге бір кішкентай бір сәби керек болды. Қамқор болатын деңіз. Иә. Кішкентай ғана сәбиіміз қасымызда жүрсе екен дейсіз ғой. Біз шынды керек алдында жолдасымыз екеміз, ол ұл болса екен дейтін, мен қыз болса екен дейтінбіз. Екеміз кейбір кезде ұрсық болатын кезде болды. Ол айтады, жоқ, маған ұл керек, маған мұрагер керек деген сияқты мен жоқ, маған қыз керек, маған көмекші керек деп сөйтіп. Әйгерім Бақыттана, сізге тоқталсам, эко жасаған кезде жынысын анықтауға бола ма? Иә, сол. Негізі Қазақстан заңы бойынша жынысты анықтау бізге рұқсат берілмеген. Қай кезде жынысты анықтай аламыз? Егерде жынысқа байланысты хромосомды ауруларды іздейтін болсақ, сол кезде ғана жынысты анықтай аласыздар. Ал бұлай таңдап, қалай анықтайды? Генетикалық тестілеу арқылы біз анықтаймыз. Арнайы ондай әдіс жоқ қой? Әдіс болғанда генетикалық тестілеуден өткеннен кейін айтады, бірінші бала сау ма, сау емес па, аурулары бар ма, жоқ па, оны жаттық ішіне тасымалдауға болады ма, болмайды ма, енді екінші ретте уже жынысын айтады, ол қыз деп. Яғни Сәуле ханым, сіздің сөзіңізді бөлейін, яғни генетикалық талдау барысында хромосомдық ауытқуы бар ма, жоқ па деп алдымен тексеріп, одан кейін генетик маманнан сұрауға болады жынысын. Абылай Қазақстан Республикасының заңы бойынша жынысты анықтауға, оны талдауға рұқсат берілмейді. Сол жөнінде енді кішкене ескеруге тура келеді сіздерді. Қыз, ол деп енді айтқаныңызға байланысты жауап беріп отырмыз. Енді сізді біз түсінеміз адам ретінде, бірақ бізге маман ретінде келген кезде осындай жастағы жұптар, әйелдер біздің арқамызға үлкен жауапкершілік келеді. Біздің қолымыз сіздерге тигеннен кейін, біздің алдымыздан өткеннен кейін бізден де сұраныс болады. Сіздің экоңыз бірінші сәтті өту керек, сізге ешқандай зиян келтірмеу керек. Екіншіден, ертең босанған балаңыз, жүктілік кезеңіңіз ешқандай асқынусыз өту керек. Егер де бір асқыну болып, сізге денсаулығыңызға кедергі келтіретін жағдай болса, бізге де үлкен сұраныс болады. Не үшін сіздер бұл зерттемей, денсаулық жағдайына қарамай, зияны болатын біле отырып, экоға алдыңыздар. Яғни әр келген емдеушіні толық тексеру керек дейсіз ғой? Тем более осындай жасы асып баратқан әйелдерде көп аурулар болады. Сіз өзіңізді жақсы сезінгенмен, мүмкін бір білмейтін аурулар. Көбінесе қандай осындай асқыну болуы мүмкін? Осындай жаста, орта жастан асқан қыз келіншектер? Ең бірінші біз қараймыз жүрек жағдайы
жағдайына, бүйректің жағдайына, бауырдың жағдайына, қан тамырының жағдайына. Егер де көбінде қан қысымы көтеріңкі болуы мүмкін, ертең соған байланысты асқынулар болуы мүмкін, қан кетуіне дейін. Егер де жүрек жағынан бір проблемалар болса, негізі жүктілік иммунитетті төмендетеді. Қай жер жіңішке, сол жер үзілуі мүмкін. Түгел зерттеп шығамыз, сол кезде терапевт маманы рұқсат берсе сізге, бұл кісі мықты, 9 ай жүре алады, ешқандай кедергі болмайды, зиян болмайды деген кезде ғана біз сізді экоға ала аламыз. Соның өзінде де болуы мүмкін ғой. Яғни артериалды қан қысымның жоғарылауы дейміз, сол өте жиі кездеседі, жүктілік кезде. Дұрыс айтады Аяулым Берікболқызы, егер де сізде барлығы жақсы болып шықса да, жүктілік кезінде пайда болатын аурулар көп. Яғни преэкламсия. Ең жиі кездесетін преэкламсия, яғни артериалды қан қысымының жоғарылауы дейміз. Ондай жағдайда сіздің денсаулығыңызды аман қалып, болашақ сәбиіңіздің аман есен дені сау болып дүниеге келуін, сол, мамандар осыны енді жұмыс жасайды ғой, сол үшін көмектеседі сіздерге. 9 ай сіздерді бақылап, сол үшін учет деген нәрсе бар. Бақылап сіздерге көмектесу үшін. Ол аяқ астынан болатын нәрсе. Әйел ес-түсін білмей құлап қалуы мүмкін, приступ эпилепсия сияқты өтеді, негізі судорога беріледі. Сонда ерте мерзімінен туу да жиі кездеседі бұндай жағдайда. Ерте мерзімінен туу да кездеседі. Мысалы, көзілдіріңіз бар көзіңізде. Яғни терапевт маман ғана емес, офтальмолог дәрігерлерімізде толық тексеріп барып, сізге рұқсат берген кезде біз не жасаймыз? Яғни репродуктолог мамандар экоға, эко бағдарламасын жүргізе алады сіздерге. Орта жастан асқан қыз-келіншектерге, яғни 40-тан асқан әйелдерге байланысты эко бағдарламасын қалай жүргізу бойынша пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймыз. Және Сәуле ханым, сізді репродуктолог мамандар күтеді. Әрине, сәбилі боласыз, үмітіңізді үзбеңіз. Біздің бағдарламаға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Бүгінгі бағдарламамыз осылай қызықты аяқталды. Сіздерге керемет пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймыз. Әйелдің бақыты ана болу. Әрбір әйелге ана болу бақыты бұйырсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.